Сабағымызды ары қарай жалғастырамыз. Бүгін сол ашқан тоғымыздың құжаттарын қалай жасаймыз. Ол өте оңай. Сіздерге мынандай мінекей курсанттарға керек құжаттар деген папка береміз. Соның ішінде барлық құжаттар бар образесі. Сіздер просто оны толтырасыздар болды. Яғни фамилияны өшіріп тастап, өздеріңіздің фамилияңыздың, тоғының атын өшіріп тастап, өздеріңіздің тоғыларыңыздың атын жазасыздар. Енді қалай жазамыз, соны көрсетеміз қазір. Біз алдын ала дайындап қойғанбыз бір тоғының несін. Қазір көрсетейін сіздерге. Мінекей тоғы Акбар. Кешегі ашқан тоғымыздың документін қалай жасаймыз. Бірінші госрегистрацияны ашып аласыздар. Госрегистрацияны ашасыздар. Мінекей сіздер тоғыны тіркегеннен кейін осындай госрегистрация беріледі сіздерге. Мінекей мына жерде БСН, БИН номері, бұл ең басты номер. Тоғының, яғни сіздердің кез келген адамның өзінің иіні болған сияқты, кез келген тоғының БИНі болады. Мінекей БИН. Бұл 19 деп басталады. 2019 жылы ашылған болса, 19.03 3-ші айда ашылған. 2019 жыл 3-ші айда ашылған. Ашылған күні мынау 2019 3-ші айда 30 наурыз күні ашылған. Мінекей тіркелген уақыты, мына атауы, тіркелген жері, басшысы, бұл басшы деген директор, руководитель. Мінекей құрылтайшы, учредитель мынау. Мінекей осы қысқаша, осы справка госрегистрация бұл. Заңды тұлғаның мемлекеттік тіркеу туралы анықтамасы. Енді келесі документіміз, мінекей ең бірінші біз приказ жазамыз, устав жазамыз, мінекей устав. Устав жазамыз. Біз сіздерге жіберген осы уставтардың ішінде мінекей Акбар сервис, мынау ашылған күні жазылады мына жерде, мінекей. Бізде ашылған күн 30 наурыз, мына жерге 30 наурыз. Уставты қай күн жазыңыз, сол күннің числосы қойылады. Мінекей Акбар сервис, жауапкершілігі шектеулі серіктестік. Мына жердің барлығы Акбар сервис болады. Осы Акбар сервис деген орны сіздер өздеріңіз күн жазасыздар. Мына жерде Эшматов, мінекей гражданин, участником товарищества является гражданин Эшматов, мінекей барлығы жазылған. Удостоверениесінің номері, одан кейін аты жөні, шыққан жері, МВД ма, юстиция ма, қайдан берілді сол. Одан кейін қазақша, жағында орысша, мінекей дәл осылай жазылады. Одан кейін астына қарай түсе береміз. Тіркелген жері, жаңағыдай участниктің, учредительдің тіркелген жері қай жерде, соның барлығы жазылады. Одан кейін өте берсеңіздер, сіздерге айтам қазір қай страницада екенін. Мінекей мынау 4-ші страница, 4-ші бетте серіктестіктің жарғылық капиталы 1000 теңге дейді. Жаңа біз тоғыны ашып атқан кезде капитал, уставной капитал 1000 теңге деп жаздық. Доля 100% дедік. Егер жалғыз учредитель, құрылтайшы жалғыз адам болса, онда 100% болады. Егер екі адам болса, ол кезде сол жерде белгіленіп алады. 70% пәленшеге, 30% пәленшеге деп сол жерде сразу белгіленеді. Ол кезде уже екінші адам, біреуі сіз болсаңыз, екіншісі мысалы үшін сіздің ініңіз болмаса бір досыңыз болса, сол досыңызды өзінің ЕГОВтағы сайтына, ЕГОВтағы порталына, оның личный кабинетіне сообщение барады, сол оның согласиесі керек деген. Дәл солай согласие жасайды. Егер бір адам болса, учредитель, онда ешнәрсе жасамайды, өзі аша береді. Сол кезде уставной капиталды сол жерде 1000 теңге десе, осы жерге 1000 теңге болып жазылады. Егер 10.000 теңге, 1 миллион теңге десе, онда осы жерге де 1 миллион теңге деп жазылады. Болды, қалған жерін өзгертпейсіздер, қалған барлығы өзі тұрады. Бір оқып шықсаңыздар болады. Сосын ең астына түсесіздер, ең астына қатысушы участниктің Эшматов Сардор Акбарханович деген. Мінекей устав дәл осылай жазылады. Мынаны толтырасыздар. Ол өте оңай, қиындық ешнәрсе жоқ. Енді келесі құжатымыз ол решение. Решение деген ол бір жаңағыдай учредительдің шешімі, өзі құрылтайшы компанияны құрған адам болғаннан кейін
ол өзі шешім шығарады. Номер бірінші шешімі. Бұл да 30 март деп жазылады. Ишматов Сардор Абдрахманович является единственным участником товарищества с ограниченной ответственностью Акбар Сервис Групп. Принимаю следующее решение. Принять на себя обязанность директора товарищества с ограниченной ответственностью Акбар Сервис Групп с правом первой подписи на всех финансовых, банковских и других документов. Дәл осылай решение шығарасыздар. Бірінші, осы документке қол қойған күннен бастап барлық міндетті жауапкершілікті мойныма аламын деп қол қойып печать басады. Бұл решение. Мына жерге учредительный аты жазылады. Мына жаққа жаңағы бұл жерде өзіне өзі жаңағыдай мен решение шығарам, що мен барлық документті өзіме аламын деп. Енді келесі құжатымыз бізде приказ. Приказда бұл жерде решение шығарды учредитель. Одан кейін приказда ол бұйрық, бұны жаңа директор өзін жаңағыдай директорлыққа сайлайды. Мысалы үшін Ишматов Сардор на основании решения, жаңа решение жаздық, сол решение бойынша Акбар Сервис Групптың 30 наурыз күніне приступаю должность директора. Өзін директор болып сайлайды. С правом первой подписи на всех финансовых, банковских, других документов. Өзін директор болып сайлайды осылай. Болды. Осы 3 документ сіздің ең главный документіңіз. 4 документ болады. Бірінші, справка госрегистрация, устав, приказ, решение. Осы 4 документ. Оның барлығын образецтерін сіздерге береміз. Сіздер өздеріңіз компанияларыңыздың атын жазып, толтырып жібере бересіздер. Шығарып, қол қойып, печать басасыздар, болды. Оны алып дайындап қою керек тоо ашатын кезде.